анам. Так получилось, что мен мамамды өзім мама деп айтпаймын. Себебі мен әжемнің қызымын, әжемді мама деймін. Бірақ түсінем ғой, енді мамам сол кісі екен. Бала сияқты менен екеуміз бірге жүрген кезде тіпті менен кішкентай көрінеді. Папам жұмысынан үйге біреу келіп папамды сұраған. Сосын мамам атып шыққан ғой. Шортымен шашын бүйтіп түйіп қойған. Сөйтсе мама ат шығып, "Я саламатсыз ба, қалайсыз?" десе, сөйтсем папамның жұмыстастары, "Қызым, папаң қайда?" деген ғой. Сол ситуация есіме келеді. И мама мен сондай жеңіл, всегда душа компании, ол жаңағыдай үлкен отырыстарда неде всегда тамада болады, ән айтады, көңіл көтереді, барлығының жалпы ұйымдастырып жүреді. Сондай адам. Маманы еске алған кезде бір сондай жеңілдік, легкость дейді ғой.